Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы негізінен ат туралы емес, қазақ туралы, халқымыздың тағдыры туралы. Ол заманда шындықты тура айта алмаған жазушы сондай астарлы түрде поэзия арқылы жеткізуді мақсат тұтқан. Поэма сол кезде социалистік Қазақстан газетінің бетінде жарияланған. Ілиястың күллі шығармаларын арбаға тиеп алып, көзін жоюға әкетіп бара жатқан жерінен қолына іліккен құлагерді ала қашып, одан оны 20 жылдай жастығының астарында тығып сақтаған Сапарғали Бегалин. Ал Ілиястың еш жерде жарық көрмеген поэмасы «Мұз қаласы» деп аталады. Онда ол кісі Голощекиннің кіші қазан төңкерісін астарлап, әшкерлеуді мақсат тұтқан. Поэманың оқиғасы мынадай. Бір елді басқаруға келген басшы елдің тұрмысын көріп, мыналар не деген бай халық, түк істемейді, оларды бір жерге алып барып, жер жыртқыздыру керек дейді. Оларға баспананы қайдан тауып береміз деген басшылыққа, оларға баспана не керек, әлгі эскимостар секілді мұздан үй жасап берейік, сонда өмір сүре берсін дейді. Сөйтіп, ол ойын жүзеге асырып, адамдарға бір қап тары беріп, мұздан үй жасап беріп, айдалада тастап кетеді. Содан келесі жазда бірақ есіне түскен басшылар хабар алуға келсе, бір қап тарыларын да тауыспастан халық түгелдей қырылып қалыпты. Сол кезеңнің шындығын зерттеп, Қазақстан тарихын жаңа заман көзқарасы тұрғысынан жазып жатқан тарихшы Талас Омарбеков өзінің Қазақстан тарихының 20 ғасырдағы өзекті мәселелері кітабында күн көріп отырған малын тартып алған соң, көп кешікпей 1921 жылы қазақ даласын алапат аштық жайлады. 1917-1923 жылдар аралығында мал басы 79%-ға кемісе, қазақ халқының саны 981.314 адамға кеміп кетті дейді. Сол кездері жазушылар одағын басқарып отырған Ілияс Жансүгіровтің «Мұз қаласы» поэмасының астарында жатқан мағына да кеңес үкіметі қазақ халқының өлігінің үстіне тұрғызылғанын айтып, кейінгі ұрпаққа жеткізу болды. Себебі ел ішінде ананы алып кетіпті, мынаны алып кетеді екен деген дүрбелең шақ туғаннан ақ күндердің күнінде өзіне де тықыр таянатынын сезді. Сондай-ақ жазған туындыларының да тағдыры талауға түсетінін де сезді. Бірақ сонымен қатар ол өз шығармаларын іздейтін, саналы ұрпақтың өмірге келетініне сенді. Сондықтан бүгінгі ұрпақтың, яғни біздің алдымызда арыстарымыздың сондай сенімінің үдесінен шығу мұраты тұр.